Жасыратыны жоқ, көбіміз тісіміз ауырғанда ғана стоматологтың есігін қағамыз. Тіпті медицинаның дамығанына қарамастан тіс күтіміне мән бермейміз. Есіңізде болсын, тіске дұрыс күтім жасамасаңыз, ішкі ағзада түрлі аурулар пайда болуы мүмкін. Тіс бала кезден сау болғанын қадағалау керек. Кейін түсі түссе қалпына келеді деп қателеспеңіз. Тістің де жады болады. Бала кезден дұрыс өспесе, есейгенде сол қалпында қалады. Ендеше тіс күтімінде мына бір қарапайым қағидаларды есте сақтаңыз. Тіс щеткасын дұрыс таңдаңыз. Ол не қатты, не тым жұмсақ болмауы керек. Және сабының ұзындығына да мән беріңіз. 3-4 ай сайын ауыстырып тұруды ұмытпаңыз. Егер щетка қатты болса, қызыл-иекті қанатады. Сол үшін қызыл-иекті қолмен ысқылап массаж жасаған әлдеқайда пайдалы. Көбіміз тіс тазалағанда оңға, солға ысқылаймыз. Бұдан ауыз, тіс қуысында қалған қалдықтар дұрыс тазаланбайды. Ал жоғары төмен немесе керісінше тазаласаңыз, тісіңіз әлдеқайда сау болады. Оны ұзақ тазалауда зиян. Сондықтан күніне 2 рет 3-4 минут тазалауды ұмытпаңыз. Сондай-ақ щеткаға пастаны көп жағу тісіңіздің таза болуының кепілі емес. Жартылай жақсаңыз да жеткілікті. Тек пастаны тісіңіздегі проблема қандай, соған байланысты таңдасаңыз болғаны. Егер тіске құрт түскен болса, құрамында фторы бар паста таңдаңыз. Калий, аргинин, гидроксиапатит элементтері бар паста тіске пайдалы. Бұдан бөлек тісті тазартқан соң петтетті эликсирмен шаюды ұмытпаған жөн. Сонда ауыз қуысы қабынбайды. Бұл тісті күтіп ұстаудың қарапайым тәсілдері. Деніңіз сау болсын.